Ассалаумағалейкум достар, қайырлы күн, қайырлы кеш. Бүгінгі бейнероликте сіздерге интернеттен қалай ақша табуға болатын сұрақтың жауабын сіздерге көрсететін боламын. Бұл жақта достар, сіздер салымсыз түрде кез келген адам. Бұл оңай жол достар, сондықтан кіріп ақша тауып көріңіздер, неге істемеске. Табыс табу арнасына міндетті түрде достар арна тіркеліп кетіңіздер. Бұл жақта сіздерге интернеттен қалай ақша табуға болатынын көрсетемін. Так, бұл проекттің аты KuCo деп аталады. Бұл децентрализованный блокчейн BNB-де орналасқан. KuCoin'ның өзінің, точнее, KuCo платформаның өзінің основной токені бар. Ол KuCoin деп аталады. Яғни бұл мысалы Trust Wallet'ның өзінің основной криптовалютасы бар. Бұл жерде то же самое, өздерінің токендары бар. Бұл негізі платформа транзакция жасауға және стейкинг жасауға арналған платформа. Бұл жақта сіздер тегін түрде бағана айтып кеткен өздерінің основной токендарын фармить ете аласыздар. Сол фарминг арқылы сіздер өздеріңізге монеталарды жинайтын боласыздар. Ол монетаны потом USDT ауыстырасыздар, а USDT-ден сіздер өздеріңіз Каспий голдтарыңызға шығарып алатын боласыздар. Қазір сіздерге қалай адоя көрсетем, қалай бұл жақта табыс табу керектігін, сондықтан бейнероликті соңына дейін көріңіздер. Ең бірінші бізге бұл жақта таңдау керекпіз. Сіздер телефон арқылы кірсеңіздер де болады, міне Google Play арқылы кіріп көрсеңіздер болады, Android егер прямую скачать етемін десеңіздер, или осы веб-сайт арқылы кірсеңіздер болады. Мысалы, сіздер компьютер или ноутбук отсаңыздар, онда просто launch up дегенді басасыздар. Кіргеннен кейін бұл жақта бізге бірінші регистрация өту керек. Ол үшін регистр аккаунт деген басасыздар, одан кейін email жазасыз, пароль ойлап табасыз, верификационный номерді енгізесіз, мысалы картинка тұр, осыны енгізесіз, и регистр now дегенді басасыздар. Одан кейін сіздер өздеріңіз жеке кабинеттеріңізге кіру керексіздер. Бұл жақта ешқандай подтверждение ештеңе жоқ, просто жеңіл түрде сіздерге жасап берген. И бұл жақта канал там кнопка, арт кнопкалары да жоқ. Қараңыздар, ең бірінші бұл жақта не істеу керек? Сіздер start mining деген батырманы басасыздар. Бұл жақта бізге верификация өту керек дейді. Верификация өту керек, бұл 10 минуттай ғана алады дейді. Верификация өту үшін не істеу керектігін білесіздер. Бұл жақта өзіңіздің паспортыңызға фото түсіру керексіздер, и плюс сіздер селфи ретінде түсіру керексіздер. Сіздің даныңыз үшінші лицаға өтіп кетпеу үшін қазір мен мысалы өзім ретінде тексеріп көретін боламын. Мен өзімнің даныларымды жердім, даже мазь еткен жоқпын, просто қолмен фото түсірген кезде түрімді, иімді, бәрі данным бәрін жауып тастадым да, просто бұл жақта атымды ғана көрсетіп қойдым, болды. Бірінші бетінде, екінші бетінде только номер өзімнің картамды көрсетіп қойдым, ал қалған данныйларды, астына данныйлар просто қолмен жауып жібердім. Селфи ретінде түскен кезде тоже самый, ID номерлар, иін дегендер жауаптым да, просто ол селфиді өзім түрімді ғана көрсеттім паспортта, и өзімді түрімді фотоға түсіріп жібердім. Что поделать? Бұл жақта ақша табу үшін все-таки сізге кішігірім болса да іс-қимыл көрсету керек енді. Оңайшылықпен ақша берілмейді негізі. Достар, статус өзгерді. Это означает, что біз қазір сәтте верификацияны сәтті өттік. Яғни сіздер просто түрлеріңізді, даныларыңызды қолмен басып көрсетпей, просто не сұрайды, мысалы ID номеріңізді көрсетесіздер, ар жағында просто даже атыңызды ғана көрсетесіз деген сияқты, абылай қолыңызды жауып фото түсіріп жүресіз, селфи ретінде түсірген кезде то же самое түріңізді көрсетесіз, енді оны енді мазь етіп зачем сізге ол сіздер не істейді түріңізді деген сияқты. В общем, сол. Енді верификацияны өтіп болғаннан кейін бұл жақта біз 10 мың монетаны тегін түрде ала аламыз. Ол жақта invite friends деген басамыз. Мына жақта мен сіздерге сілтеме астына реферальный код қалдырып кетемін. Ол жаққа енгізесіздер. Мен қазір енгіздім, и confirm дегенді басасыздар. Бізде сәтті енгізілді. Енді қазір шотымызды қараймыз. Мына жақта монета кірсек, міне 10 мың монета берілді. Бұл 26 USDT екен. Start mining деген басамын. Бізде плюс бұл жақта start mining жүріп жатыр. Яғни достар, басында айтып кеткенде бұл платформаны біз екі мақсатта қолданамыз. Біріншісі транзакция, яғни транзакция деген монета кіресіздерді, и нақты мысалы трансфер арқылы мына монетаны мынаған ауыстырасыз, мынаны ауыстырасыз деген сияқты тема. Екіншісі бізде бұл жақта майнинг жасаймыз, яғни стейкинг деген сөз. А стейкинг деген сіздер бұл жаққа вложение ретінде өздер монетаны саласыз, и сіздерге өзінің определенный бір доход әкеліп отыратын болады, күнделікті профит ретінде. И вот бізге 10 мың осылардың токенін алатын боламыз. Бұл 10 мың токенін айда кеткен шеше алмайсыздар, бірақ та осыдан түскен профитті сіздер шығара аласыздар.
И мына майнингтің бас қоясыздар, бұл сіздерге 24 сағат, даже 167 сағат дейді, сіз кез келген уақытта кіресіздер и сол монетаны алатын боласыздар. Плюс қазір сіздер тағы да бұл жақта 20 000 монетасын аласыздар. Очень просто на Telegram мен Twitterға тіркелу керексіздер. 34 000 подписчигі бар екен, мен уже тіркеліп қойдым. Қайтадан артқа өтемін. 20 000 болды. Енді Twitterға өтемін, тоже Twitterға тіркеліп қояйық. Бұл жақта қанша подписчик бар екен тоже көрейік. Мен бұл неге тоже бірінші рет кіріп отырмын. 27 000 читательдері бар екен. Ну, мне кажется, бұл жақта просто накрутка, мен ойымша. Мүмкін шын кім біледі. Все, бізде 30 000 монета болды, и осы 30 000 монета, осы максимальный 30 000 монета жиналасыздар, и сіздерге мына майнерс 0,375 қателеспесем бұл сағатына осындай сумма түсіп отырады. 167. Ну, майнинг қосып қойсыздар, сосын бір ай дейін кірсеңіздер, уже примерно бұл жақтан прибыльді шеше аласыздар. Сіздерде майнинг жиналды, ендігі сәтте бұл жақта қалай шешеміз десеңіздер, онда мына трансфер басасыздар. Одан кейін мына exchange деген бар. Яғни сіздер exchange деген басасыздар, и мына сіздер мысалы жиналады, қазір сәтте бізде 0 деп тұр. Өйткені бізде прибыль жоқ, әлі майнинг түскен жоқ, поэтому минимально сіздер мысалы 150 жеткіздіңіздер, я жарайды. Бұл 150 аз болып қалады, давайте 5 000 дейік. 13 USDT жиналды. Яқта exchange дейсіздер, яғни конвертер. Транзакция жасалынады осылай. Одан кейін сіздер USDT-ға счетыңызға түсетін болады сумма. Түскеннен кейін сіздер cent деген басасыздар, USDT таңдайсыздар. И мына өзіңіздің шығаратын, мысалы, там Bybit, Binance деген кошелектарыңыз ол жаққа енгізесіздер, Trace 20 USDT. Одан кейін сумманы жазасыздар. Минимальный вывод бұл жақта 2 USDT. Газға сіздер $1 төлейді екенсіздер. И мысалы сіздер $10 шешсеңіздер, счеттарыңызға $9 түсетін болады. Cent деген басасыздар, мына тоже көрсетіліп тұр. И все, сіздер счеттарыңызға 1 сағат аралықта келіп түседі. Және де достар, салымсыз түрде сіздер адамдар шақыра отырып табыс таба аласыздар. Бұл жақта реферальный программа бар. 3 сеточный level 1-де сізде 70% солардың доходтан түсіп отыратын болады. Ол яғни сіздерге пополнение жасап керек жоқ достар. Олар просто верификация өту керек. Мына жақта өзі жазып тұр. Реал кейс, яғни верификация өткен болу керек, и все. Ол верификация 10 минутта ғана өтіп поддержать етіледі. Все. Егер ол верификация өтіп және де сіздің invite кодыңызды теретін болса, оған 10 000 монета беріледі, плюс екі Telegram мен Telegram және де Twitterда қосылатын болады. Сол қосылған үшін тоже 10 000 алады, и 30 000 монета беріледі. Сол 30 000-ның тоже 7% сізге түсіп отыратын болады. Екінші уровеньде 6% түсіріп отыр. Яғни сіздер бұл жақта доходты скоростын көбейту үшін просто адамдар шақыру керексіздер. Вот и все. Осылай достар, бұл салымсыз түрде бұл жақта сізге кететін тек қана уақытыңыз ғана кетеді болды. Былай ақша салып, там бірдеңке муттетіп деген бұл жақта дүние жоқ. Көріңіздер, ақша тауып көріңіздер, кім біледі, мүмкін бұл жақтан жақсы ақша табу бір мүмкіндігі бар шығар. Солай достар. Сұрақтарыңыз болса комментарий қалдырып кетіңіздер. Сау саламатта болғанша.